Бүгін студияда жұмыс істейтін мен Армангүл Тоқтамұрат және менің әріптесім сурда аудармашы Самал Нұрым. Алдымен аңдатпа. Апатты жағдайлардың бәрін суретке түсіріп жіберіңіздер деді. Ол келіп көрмегеннен кейін болмайды ол. Түркістандағы тасқыннан көптеген үйлердің қабырғасы қақырап, тұруға қауіп төндіріп тұр. Тарыққан тұрғындар жергілікті биліктен көмек күтеді. 7,4 балл. Түркияда тұрғын үйлер мен ғимараттарда жермен жексен еткен жер сілкінісі болды. Мыңнан аса адам қаза тапты. Арасында қазақстандықтар бар ма? Хабарымызда алдымен Түркияда болған жойқын жер сілкінісінен бастасақ. Елде болған қайғылы жағдайға байланысты мемлекет басшысы Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға көңіл айту жеделхатын жолдады. Онда Түркия республикасында болған аса күшті жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза тапқан туралы суыт хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Осындай қиын сәтте жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ бүкіл түрік ағайындарымыздың ауыр қайғыларына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан көңіл айтамын деп жазылған. Сондай-ақ мемлекет басшысы үкіметке Түркиядағы зілзаланың салдарын еңсеруде шұғыл көмек көрсетуді тапсырды. Осы елдегі жағдай бойынша соңғы мәліметтермен тілшіміз Айдос Әшім айтсын. Бұл апат Түркия тарихында бір мезгілде бірнеше қалада болған ең ірі зілзала. Алдымен таңғы 4-те 7,7 балдық. Одан кейін түс кезінде 7,16 балдық екінші қуатты дүмпу болды. Екі зілзаланың да ошағы Түркияның оңтүстік шығысында Қахраман Мараш облысында болғанымен, оның қуаттылығы сонша көршілес 10 облысқа да әсер етті. Апаттан мыңнан аса адам қаза тауып, 7.000-нан аса адам жараланған. 2800 ғимарат жермен жексен болды. Yani ben uyuyordum, eşim beni uyandırdı. Мен ұйықтап жатыр едім, жолдасым оятты. Үй қатты қозғалып тұрды. Бұған дейін мұндай жер сілкінісін көрмедім. Шамамен 2 минуттай сілкінді. Сол уақытта сыртқа шығып үлгердік. Ел президенті Реджеп Тайып Эрдоған апаттан соң халыққа тікелей эфирде үндеу жариялап, зілзала болған аймақтарға елдің барлық облыстарынан көмек баратынын жеткізді. Enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için апат болған облыстардың губернаторларынан бөлек қосымша тағы 10 губернаторды апат аймағына жіберу туралы шешім қабылдадым. Барлық министрлер оқиға орнында жұмыстарды үйлестіріп жүр. Әскерлеріміз бен Қызыл ай ұйымынан да көмекке 9000 құтқарушы жіберілді. Түркия билігі апаттың салдарын тезірек жою үшін өзге елдерден көмек сұрады. Бірқатар халықаралық ұйымдар мен 45 мемлекет Түркияға көмек беруге әзір екендіктерін жеткізді. Қазақстанның да сыртқы істер министрлігі мен төтенше жағдайлар министрлігі түрік билігімен байланыс орнатты. Жақын арада Түркия үкіметінің өтініші бойынша зардап шеккен өңірлерге қазақстанды құтқарушылар мен дәрігерлер ұшып келеді. Ал арнайы құрылған комиссия төрағасы, елдің вице-президенті тұрғындарды түрлі алып қашпа әңгімелерге ермей, тек ресми ақпаратқа сенуге шақырды. Барлық ақпарат құралы мен мемлекеттік мекемелер және әлеуметтік желі қолданушыларынан төтенше жағдайлар басқармасы берген ресми ақпаратты ғана таратуды сұраймыз. Жақындарын таба алмай іздеп жүрген адамдар көп. Сондықтан қайтыс болғандар туралы тек нақты ақпарат тарау керек. Қазір жер сілкінген 3 қалада әуежайлардың жұмысы тоқтатылды. Мектептерде 2 апталық қосымша демалыс жарияланды. Қуатты жер сілкінісі тек Түркия емес, көршілес Сирия, Ирак, Иран, тіпті Арменияда да сезілді. Сирия денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сай, бұл елде апаттан 1000-нан аса адам қайтыс болған. Айдос Әшімұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркиядан. Түркиядағы осы қуатты жер сілкінісінің салдарынан зардап шеккендер мен қаза тапқандардың арасында отандастарымыз жоқ. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Қазіргі таңда консул Түркияның төтенше жағдайлар бойынша басқармасымен тікелей байланыста. Қаза болғандар мен зардап шеккендердің арасынан Қазақстан азаматтары табылған жоқ. Айта кетерлік жағдай, жер сілкінісі өте мықты болған, сондықтан әлі де құтқару жұмыстары жүргізіп жатыр. Сондай-ақ ведомствоның ресми өкілі Түркияға сапарлайтын қазақстандықтарға кеңес берді. Айтуынша, табиғи апатты болжау мүмкін емес, сондықтан әрбір азамат Түркияға барған кезде барлық сын қатерді бағалауы тиіс. Ал егер қандай да бір мәселе туындай қалған жағдайда, министрлік шұғыл жәрдем бере алу үшін елшіліктеріміз бен консулдығымыздың байланыс деректерін білгені жөн деді Смадияров.
Жалғастырайық, Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасын қабылдады. Дархан Жазықбаев президентке мемлекеттік қызметке кіру ісіндегі артық кедергілерді жою, одан шығу тәртібін жеңілдету үшін жүргізілген жұмыстар жайлы баяндады. Оның сөзінше, мемлекеттік қызметке іріктеу және қабылдау процесін толық цифрландыру мақсатында қызмет жүйесі жаңартылды және оның базасында 1 наурыздан бастап жаңа іріктеу жүйесі пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Атқарылған жұмыстардың нәтижесі және алдағы атқарылатын жұмыс жоспары бойынша баяндадым. Мемлекет басшысы мемлекеттік қызметті ары қарай жетілдіру бойынша және жүйелі түрде жұмыстар жүргізу бойынша нақты тапсырмалар берді. Бүгін Түркістан облысында төтенше жағдайдың салдарын жою бойынша жұмыстар пысықталды. Аймақ басшысы табиғи апаттан келген шығындарды тезірек есептеп, тұрғындарға тиісті көмек беруді тапсырды. Себебі тасқыннан зардап шеккен ауыл тұрғындарының кейбірі әлі күнге баспаналарына орала алмай отыр. Сөздерінше, кейбір үйлердің қабырғалары жарылып, тұруға қауіп төндіріп тұр. Қарғын су шайған Абай мен Үлгілі ауылындағы тұрғындардың жағдайын Айнұр Ақбаева көріп қайтқан болатын. Барлық қолданысына су шығып, барлығы төк көтеріліп, мына жердің бәрінен су шыққан. Сауран ауданындағы Сағындықовтар отбасы қарғын судан қатты зардап шеккендердің бірі. Қызыл су баспананың барлық бөлмесіне кірген. Қазір олар мешіттің жанындағы үйде тұрып жатыр. Ауылдастар азық-түлік пен отын су жеткізіп беріпті. Үйім жарамайды, апатта тұр, оны кіріп шығуға да кірмеңдер де батыр, басып қалады деп. Баспана керек. Ең особый. Мына келі жермен бір күн шық десемен, бір молда кесте қайқа барам. Ал көршілес Абай ауылындағы тұрғын үйлердің қабырғалары қақырай бастаған. Қора қопсылардың құлағаны былай тұрсын, баспаналарда тұру қауіпті болып қалды дейді жергілікті халық. Қиын жағдайға тап болған тұрғындар жергілікті биліктен көмек күтіп отыр. Ең алдымен шығын көлемін есептеу керек. Апатты жағдайлардың бәрін суретке түсіріп жіберіңіздер деді. Ол келіп көрмегеннен кейін болмайды ол. МЧС-тің адамы бар, әкімдер бар, келіп көру керек қой бұл үйді жағдайын. Қазір ауыл ішіндегі жолдарда су көлкіп тұр. Оқушылар өтетін тұстары да суға толып, қозғалыс қиындаған. Бүгін енді сабақ басталды, бірақ мына судан өте алмай жатыр балаларымыздың барлығы. Үйде, барлығының бала-шағасы үйінде. Жаңа автобус жүрген еді бұл жаққа қарай. Жолдан өте алмай автобусымыз кері қайтты. Бүгін облыс әкімдігінде төтенше жағдайдың салдарын жою бойынша жұмыстар пысықталды. Аймақ басшысы көктемгі тасқынға Сауран ауданында дайындық жұмыстары өз деңгейінде атқарылмағанын айтып сын қалды. Табиғи апаттан келген шығындарды бағалау жұмысын жедел атқарып, тұрғындарға тиісті көмек берілетінін жеткізді. Су тасқын салдарынан зардап шеккен азаматтарға заң аясында көмек көрсету мүмкіндігі қарастырылсын. Су тасқынын алдын алу үшін атқарылуы тиіс инженерлік шаралар жоспарын толық орындалуын қамтамасыз ету керек. Бұдан басқа қауіпті учаскелерді қайта зерделеп, қалпына келтіру үшін заң шеңберінде қажетті шараларды қабылдауды тапсырамын. Ал Төлебек, Қазығұрт, Келес, Сарыағаш аудандарында қауіп әлі сейіле қойған жоқ. Сондықтан аймақ басшысы апаттың алдын алу жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Қажет болса, басқа аудан қалалардан қосымша техника жіберілмек. Жалпы өткен аптада болған тасқыннан өңірдегі 21 елді мекен зардап шегіп, 234 үйдің ауласын су басқан еді. Айнұр Ақбаева, Еркін Ырғызбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Ал Шығыс Қазақстан облысында су тасқынына жоғары дайындық режимі енгізілді. Өйткені алдағы көктемде аймақта 71 елді мекенді су басу қаупі бар. Әсіресе таулы аудандарда жағдай өте күрделі. Өйткені аймақта қар өткен жылдарға қарағанда 2-3 есе көп жауды. Ал Қазгидромет орталығының мамандары ақпан мен наурызда жауын шашынды деп болжап отыр. Облыста тасқынға тосқын жасау жұмыстары қалай пысықталып жатқан тілшіміз Олжас Керейхан білуге тырысты. Апат айтып келмейді дейді, бірақ биыл апат айтып келейін деп тұр. Осы қыстай қар көргенмен күніміз кетті. Өскеменнің шетінде тұратын Жанасбек Сәлиұлының ауласында қазір қар үйетін жер қалмаған. Онсыз да ойпаң жерде орналасқан Шығыс ауылының тұрғындары енді су басама деп қауіптеніп отыр. Біздің көшенің өзі үлкен өзеннің арнасы сияқты. Сол үшін мына өкімет ертерек қамдану керек. Мынаның арық құлағын аршып, күнделікті неметпесе, мынау чорт жылайтын болса, өте қиын болғалы тұр. Өте қиын болғалы тұрған төтенше жағдайлар департаменті де біліп отыр. Қарғын су басу мүмкін деген ауыл елді мекендерді аралап ескертіп жүр. Егер сіздің үйіңіз ықтимал су тасқыны шекараларында болса, мына ережелерді орындау қажет екенін ұсынады.
Облыс көлемінде бүгінге дейін 201 мың текше метрден аса қар шығарылған. Төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 1719 маман, 750 техника мен 224 мотопомпа және 2000 тонна инертті материал дайындалды. 1 ақпаннан бастап төтенше жағдай департаментінің дағдарыс орталығында жедел штаб жұмысы ұйымдастырылды. Бұл штаб тәулік бойы режимде облыстағы жағдайдың толық бақылау жасап, мониторинг жасап отырады. Өскеменнің өзінде су басу қаупі жоғары 11 аумақ анықталды. Олардың көбі бұрынғы саяжайлар. Бүгінге дейін қалада 24 арық тазаланды. Ал 100-ден аса көпірдің астын мұз басып жатыр. Сондықтан коммуналдық мекемелер көпірмен су өткізетін құбырларға қатқан мұзды ыстық су құйып ерітіп жатыр. Биыл Алтай, Қатонқарағай және Глубокий ауданында қар бұрынғыдан бірнеше есе көп. Жердің тоңы да тереңдеп барады. Осы Ақжар метеостанциясы бойынша 97 сантиметрді құрап отыр. Қар жамылғысының биіктігі де бүгінгі таңда бізде жоғарғы нәтижелер көрсетуде. Синоптиктердің болжауынша ақпан айда қарлы болады. Ал аймақтағы атқарушы биліктің тасқынды болдырмауға қатысты атқарған жұмысының әуселесі наурыздың соңы мен сәуірде байқалады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қаликенов, ұлттық арна. Қостанай облысының Рудный қаласында жергілікті ауқымдағы техногендік төтенше жағдай жарияланды. Осы өңірдегі әріптесім Дәуренбек Әбдібек қазір бізбен тікелей байланыста. Дәуренбек, қайырлы кеш, төтенше жағдай жариялануының себебі неде? Қаладағы ахуал қандай? Дәуренбек. Қайырлы кеш, Армангүл. Төтенше жағдай қаладағы инженерлік желілердің тозуы салдарынан жиі жарылуына байланысты жарияланып отыр. Мысалы, 1 қазаннан бастап 6 ақпанға дейін қалада су, жылу және кәріз жүйелері 73 рет жарылып, бірнеше тұрғын үйлер менен бизнес нысандары тәуліктеп жылусыз отырған болатын. Жалпы инженерлік желілердің тозу көрсеткіші 62%-ға жеткен. Осыған орай Қостанай облысына сапары барысында мемлекет басшысы Рудный қаласына арнайы барып, жергілікті басшылармен және қала тұрғындарымен жолыққан болатын. Ал жарияланған төтенше жағдайға келсек, бұл апат кезінде жедел қимылдауға, қосымша күш жұмылдыруға және уақыт оздырмай тиісті қаржыны жылдан бөлуге мүмкіндік береді. Жергілікті басшылар осылай деп отыр. Жалпы алғанда дәл қазір қаладағы жағдай тұрақты, барлық коммуналдық қызмет түрлері қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Ал төтенше жағдай жылу маусымы аяқталғанша жалғасатын болады. Армангүл. Ақпаратыңызға рахмет, әріптес. 2029 жылға қарай Қазақстанда газ және электр энергиясын өндіру айтарлықтай ұлғаюы мүмкін. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен кеңесте энергетика министрі Болат Ақшолақов айтты. Оның сөзінше, отын энергетика кешенін дамыту шеңберінде газ өндірісі 25,5%-ке артады. Сонымен бірге ел бойынша газға қосу көрсеткіші 63,4%-ға дейін, көмір өндіру 3%-ға көбеймекші. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада 400 автобус жетіспейтін туралы айтып, елордадағы қоғамдық көліктер жүйесін сынаған болатын. Бірақ Астанада тек қана автобустар емес, оны басқаратын жүргізушілер де жетіспейді екен. Қазір қалада 1500 жүргізуші болса, тағы да 1000 адам керек екен. Қоғамдық көлікке қатысты қордаланған мәселелерді тілшіміз зерттеп көрген болатын. Астанада ресми статистика бойынша 300 мыңға жуық көлік тіркелген. Бейресми 500 мыңға жете қабыл деген болжам бар. Соның салдарынан тар жол мен бар жолда кептеліс. Бұл ретте оң шешім қоғамдық көлік болуы тиіс еді. Бірақ ол қоғамды тасымалдаудан бұрын қоғамның арыз шағымынан шыға алмай тұр. Кешке қиын болады, час пикте қиын. Астананың бір жағынан екінші жағына жетсе, 12 сағат өтеді. Ішінде адам лықа толы болады. Онан кейін остановкалардың көбі суық болады. Жолаушылар тасымалы саласында сірескен мәселе көп. Әуелі автобус жетпейді. Оны сатып алатын қаржы қатты. Себебі жолақысын төлемейтін жолаушылар көбейген. Нәтижесінде Астананың өзінде жылдық шығын 2,8 миллиард теңгеден асып кеткен. Саламатсыздар ма, құрметті жолаушылар. Тексеріске транспорттық карталар QR-код төлемдерін тексеріске дайындап отырмыз. Арнайы қызметкер жолақысын төлеу процесін қадағалап жүр. Күнде құқық бұзушылық анықтайды. Каспиймен төлеп жүрмін, осы уақытқа дейін просто Каспий отына ақша салған жоқ.
Жол ақысын төлеуден жалтарғандарға 2 айлық есеп көрсеткіші бойынша айыппұл салынады. Бірақ кей жолаушыларға ол талапты да орындата алмайсың. Балалар төлемейді вообще. Можно 100% айтуға. Бұлармен не заң жүзінде сөйлесе алмаймыз, не өзіміздің тілде сөйлесе алмаймыз. Бас прокуратураның мәліметінше тұтас ел бойынша былтыр 22.652 әкімшілік құқық бұзушылық фактісі тіркелген. Яғни жол ақысын төлемеген. Соның 85%, яки 19.602 жағдай Астанада анықталған екен. Бірақ қоғамдық көліктерге мониторинг жүргізетін елордалық серіктестіктің сандары басқа. Бірақ біздің қызметкерлермен жыл сайын шамамен 100 мыңнан аса құқық бұзушылықтар тіркеледі. Яғни олар жол ақысын төлемейді. Олардың көбісімен біз түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Жол ақысы төленбегесін шығын көп, автобус алатын ақша аз делік. Хош, мәселе мұнымен бітпейді. Астанада автобустармен қоса оны басқаратын жүргізушілер де жетіспейді. Қоғамдық көлікте жұмыс істеу өте бір жауаптысыз. Оған көпшілік жастар келе бермейді. Енді бұл жерде мысалға өте сабырлықты, шыдамдылықты талап ететін мамандық бұл. Шетелге кетіп жатыр, Европаға кетіп жатыр жүргізушілер. Үлкен автобусты басқара алатын жүргізушілерді табу қиын, өйткені көбінің жүргізушілік куәлігі талапқа сай емес. Категория D1-де 3 жыл микроавтобус бағдарында жұмыс істеу керек. А қазір көресіз, ол микроавтобус бағдар деген ол маршруткалар. Ол маршруткалар ол жоқ. В основном сол тек қана үлкен автобустар. Қоғамдық көлікке қатысты тағы бір мәселе жылы аялдамалар. Астанада 1091 бар, оның 164-і жабық аялдама. Әкімдік олардың қатарын жыл сайын көбейтіп отырмыз дейді, бірақ салына салысымен қирап, нақтырақ қиратып жатқандары да бар. Өткен жылы 4 құқық бұзушылық анықталды. Вандализм, ол терезелерді соғу, есіктерді сындыру, бейнебақылау камераларын ұрлау және де тағы басқалар. Президент Астанадағы автобустардың тапшылығы алдағы 5 жылда 2 есеге артуы мүмкін екенін айтты. Сол себепті де жолаушылар тасымалындағы мәселелер бүгін шешілмесе, ертеңгі ахуал қиындай түспек. Азамат Бейбітұлы, Жанел Құттыбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Жеңілдетілген автонесиеге өтінім беруге арнай жасалған сайтқа шағым көп. Аңдып отырған адамдардың өзі үлгірмей қалған. Бұған не себеп? Техникалық қателіктің кесірінен үлгірмей қалғандар жайы не болмақ? Несие қалай рәсімделеді? Серік Селеубайұлы зерттеп көрді. Саусақтарыңызды тез жазуға үйрету керек қой. Бұл жерде сол болды ғой, андай қалайда ең басты парыз дейма. Бұл жеңілдетілген автонесиеге өтінім беріп үлгерген астаналық Еркінжан Сәкенұлы. Ол науқанға дайындықты күні бұрын бастаған. Ол үшін ЕЦХ кілтін тез терілетін сөзге ауыстырып, жылдамдығы жоғары ғаламторы бар ноутбук дайындап қойған. Соның арқасында тізімге енді. Мен Гринвич уақытымен 4:00-де кірдім сайтқа. Сайт ашылғанша, кнопканы басылғанша 2 секундтай кетті. ЕЦП-ма 2 рет кіресің, бірінші кіресің. Заявканы толтырған кезде өз нөмірін жазғаннан кейін, тағы да ЕЦП-мен тағы да басып қол қою керек болды. Соған менде 5 секундтай кетті. Бағдарлама операторлары 125 мың азамат өтініш беруге талпынғанын мәлімдеді. Тиісті өтінім санын жинауға бар болғаны 18 секунд кеткен. Егер сіз жеңілдетілген автонесиеге өтініш беріп үлгерген 761 адамның бірі болсаңыз, жеке куәлігіңізді алып кез келген автосалонға келу керек. Бұл жерде сіздің ЖСН нөміріңіз арқылы шын мәнінде тізімде бар жоғыңыз тексеріледі. Содан кейін таңдаған автокөлігіңіздің бағасын есептеп береді. Сол шотты алып банкке бару керек. Тізімді банкте тексереді. Содан кейін ғана несие рәсімдеуге кіріседі. Қарыз мақұлдану үшін адамның төлем қабілеті, несие тарихы, басқа борыштарының бар жоғы тексеріледі. Альтернативно условия келетін жағдайлар болады. Біз клиентке айтамыз, сізге 8 миллиондай одобрить етті, қалған суманы бастапқы арна ретінде құюыңыз керек болды. Оған не себеп болды? Кредитная история, мысалы, клиенттерде мысалы ипотека болуы мүмкін, кредиттер лишний болуы мүмкін, соның кесірінен. Жеңілдетілген бағдарлама бойынша несиені 4 банк рәсімдеп жатыр. Яғни бір банк мақұлдамаған қарызды басқасы беруі мүмкін. Ал мүлде мақұлданбаса, қаражат келесі адамға беру үшін мемлекетке қайтады. Бағдарлама операторлары ай сайын 100 шақты адамға жаңа тіркеу ашатынын мәлімдеді. Сол кезде бүгінгі қателіктерді түзетуге сөз берді. Сайтта аздаған ақаулар болды. Бұл қателер алдағы уақытта түзеледі. Жалпы платформа өз міндетін жақсы атқарып шықты. Сонымен қатар, бұл тізімдегі орнын басқа адамға сату мүмкін емес екенін айтқым келеді. Бағдарламаға ілінуге көмектесем деген адамдарға сенбеуді сұраймын. Сайтта боттардың өтініш беруіне де тосқауыл қойылған. Өйткені жасанды интеллект ЕЦХ кілтті қолдана алмайды. Сондай-ақ бұл бағдарлама арқылы несие рәсімдеген азаматқа 2 жылға дейін қайта өтініш беруіне шектеу қойылған. Серік Селеубайұлы, Сәбетхан Жағиев, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық арнасы.
Көкшетауда 83 жастағы зейнеткер шетелдік көлігіне мемлекеттік нөмір алды. Кейуана темір тұлпарын заңдастыру үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бірінші рет барғанда, оның көлігі Ресейде тіркеуде тұрғаны анықталған. Содан кейін зейнеткер қызымен бірге көршілес мемлекетке барып, автокөлігін есептен шығарып қайтқан. Бұдан кейін Қазақстаннан мемлекеттік нөмір алған. Осы уақытқа дейін Ақмола облысында 600-ден астам адам шетелдік көлігін заңдастырған. Әрі қарай көретіндеріңіз. Жолдағы жемқорлыққа жол жоқ. Полицияға пара бергендер енді 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Мұндай қызметкерлерге қолданыстағы заңнамаға сәйкес шаралар қабылданатын болады. Бас ауырып балтырсыздаса, енді ауданға сабылмайды. Бір ғасырға жоқ тарихы бар Кертінді ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды. Мұнаның ішінде мінекей бәрі бар. Сәулетті, освещениесі, туалеті де, суы да келіп тұр мінекей. Орта Азиядағы жалғыз ерекше спектакль. Елорда төрінде ишара тіліндегі қойылым қойылды. Полиция қызметкеріне пара берген азамат 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазір патрульдік полицияның қызметкері, учаскелік полиция инспекторы, олардың қызметтік автокөлігі мен үй жайлары ақпаратты автоматты тәртіпте беретін заманауи фиксаторлармен жабдықталған. Сонымен қатар ішкі істер органдары қызметкерлердің парасаттылыққа тексерудің пилоттық жобасын іске асырып жатыр. Қаңтарда Астана, Алматы қалаларының Алматы, Қарағанды, Павлодар және Жетісу облыстарының полиция департаменттерінде тексеру жүргізілді. Тек Астана бойынша жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілерін тіркеу 24 мыңға жуықтады. Тексеріс кезінде тәртіп сақшыларының азаматтармен қарым-қатынас деңгейі, өтініштерге жедел әрекет ету қабілеті бағаланды. Сондай-ақ қызметкердің киімі, материалдық техникалық жарақтандырылуы, қызметтік планшеттерді, жетондары, автокөліктерді мақсатты пайдалануы тексерілді. Егер тексеріс барысында полиция қызметкерлерінің пара алу немесе басқа сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жасау фактілері анықталатын болса, мұндай қызметкерлерге қолданыстағы заңнамаға сәйкес шаралар қабылданатын болады. Атырауда Батыс Қазақстан облысынан арнайы келіп, жаңа туған нәрестесін саудалаған 32 жастағы безбүйрек ана ұсталды. Оның бұған дейінде бір баласын сатқаны белгілі болды. Қазір ол уақытша ұстау изоляторында отыр. Күдікті әйел бұл қылмысқа өткен жылы барған. Алдымен сәбиін сатып алатын адам іздеген, ал әкесіне шақалақтың шетіне екенін айтқан. Сөйтіп бала сатып алғысы келген 2 адамды тапқан. Көбірек ақша ұсынған адамға баласын ұстатып жіберген. Батыс Қазақстан облысының азаматшасына қатысты қазіргі таңда қылмыстық кодексінің 135 бабы 1 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда сот биологиялық сараптамасы тағайындалды. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Қарағанды облысының Нұра ауданына қарасты Кертінді ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды. Әлеуметтік нысанның құрылысына ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 160 миллион теңге қаржы бөлінген. Енді жыл соңына дейін 42 елді мекенде дәл осындай емдеу мекемелері салынады. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы сол өңірден айтсын. Кертінді ауылында бір кездері аудан орталығы болған. Бір ғасырға жуық тарихы бар елді мекенде қазір 1000-ға тарта адам тұрады. Олар бас ауырып, балтырысыздаса аудан орталығына баратын. Себебі ауылдағы амбулатория апатты жағдайда болды. Ал енді алысқа сабылмайды. Дәрігерлік көмек ауыл ішінде көрсетіледі. Анализ бергенде де, укол алғанда да біз мынау ауданға 30 километр жүгіретіміз. Мынау Захарға жүгіретіміз. Бұрын сонда прием болды. Мынаның ішінде мінекей бәрі бар. Сәулетті, освещениесі, туалеті де, суы да келіп тұр мінекей. Жаңа ғимаратта 12 бөлме бар. Барлығы алғашқы медициналық көмек көрсетуге қажетті құралмен жабдықталған. Зертхана да жұмыс істеп тұр. Заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Біз мұнда үлкендерді қабылдайтын учаскелік медсестра бар. Одан кейін мен балалар медсестрасы, акушерка бар, лаборант бар. 2 адамдық емшара қолданатын кабинет бар. Сол жерде 2 адам жатып, толығымен кезек-кезек ем қабылдай алады. Алдағы 2 жылда Қарағанды облысындағы 92 ауылда дәл осында емдеу нысаны салынады. Оның 42-сі биыл ел игілігіне берілмек. Бұл мақсатта қазынадан 14 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылып отыр.
Оның ішінде 13 дәрігерлік амбулатория, 24 фельдшерско-акушерский пункт, сосын 55 медициналық пункт салынады. Тек қана жаңа ғимараттар салынады, бүкіл бекітілген ол облыстық әкімдіктің бүкіл жердегі жаңағы әкімдердің барлығы жер бөліну мәселесі, оны қабылдап алу мәселелерінің бәріне толығымен кіріскен. Ғимаратты салған соң елге ем-дом жүргізетін кәсіби маман керек. Қазір бұл мәселеде қатар шешіліп жатыр. Жас дәрігерлерді баспанамен қамту, көтерме қаражат беру, балаларын мектеп пен балабақшаларға орналастыру жұмысы да жіті назарға алынған. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Ауыл аймаққа барам деген дәрігерлерге мемлекет тарапынан қолдау бар. Жалақы да жақсы. Айлық демекші, Ұлыбританияда инфляция жағдайында жалақыны өсіруді талап еткен денсаулық сақтау саласының қызметкерлері ел тарихындағы ірі ереу жариялады. Наразылық акциясына ондаған мың медбике жедел жәрдем қызметкері қатысқан, алайда үкімет бұл бағалардың қымбаттауына пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне әкеледі деп мәлімдеді. Сол себепті медицина қызметкерлерінің талабы орындалған жоқ. Ұлыбританияда мемлекеттік сала қызметкерлері былтыр жаздан бері ереуіл жариялап келеді, барлығының қалайтыны жалақының өсуі. Грекия астанасында бүгін боран соғып, қалың қар жауды. Ауа райының қолайсыздығынан Афинада мектептер, дүкендер жабылды. Мемлекеттік қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуге мәжбүр, себебі орталық жолдарда және ұлттық тас жолда көлік қозғалысы тоқтады. Халықаралық әуежайға жақын метро станциялар жабылып, пойыз қатынасында да ауытқулар болып жатыр. Билік тұрғындарға аса қажет болмаған жағдайда жолға шықпауға кеңес берді. Елге оралсақ, ұзақ жылдардан бері экологиялық проблема туғызып келген Шымкент қорғасын зауытынан шыққан өндірістік қалдықтар түгелдей жойылатын болды. Тау болып үйілген күл ендігі жерде жаңа технологияның көмегімен өңделіп, одан түсті металға арналған концентрат және цемент қоспасы шығарыла бастады. Бұл жерде 2 миллион тоннаға жуық өндіріс қалдықтары жиналған, олардың беті ашық болғандықтан жел соққан күндері ауаға көтеріліп, шаңды тозаң қаланы басып қалады. Өндірісте әбден қорытылып, зиянсыз қалдық ретінде сыртқа шығарылған үйіндің өзінен ғалымдар бүгінде Менделеев кесесіндегі біраз элементтің барын анықтады. Осының салдарынан сол маңдағы тұрғындар зауытта жұмыс істемесе де демікпе, анемия, аллергия секілді созылмалы сырқатқа жиі шалдығады. Қорғасын зауытын 2-3 километр, 5-6 километр жердің бәрі қорғасын бар жерде. Оны бәрі ұлы зат, одан кейін барып басқа ұлы заттар біраздан кейін барып шығуы мүмкін организмнен, қорғасын шықпайды. Ол ең қауіпсіз сол. Жаңа салынған зауыт енді осы қалдықтардан өндіріске қажетті қоспалар әзірлейді. Шығарылған өнім кен байыту ісіне және цемент зауыттары күл ретінде пайдаланбақ. Кәсіпорын іске қосылғалы 346 мың тонна қалдық қайта өңделген, биылғы тағы 2 өндірістік желі іске қосылмақ. Нәтижесінде жылына 600 мың тоннаға дейін қалдықты қайта өңдеуге мүмкіндік туады. Түсті металдың концентраты сұранысы өте көп. Дәл қазір біз оны Қазақмысқа жіберіп жатырмыз. Содан кейін екінші бір вариант мұны Өзбекстанға алмалық заводына жіберіп жатырмыз. Ал енді түбінде осы жылдың бірінші полугодиясында да планымыз да сондай. Мұнардан 2 пешті іске қосамыз. Сонда бүкіл осы ешқандай атқот қалмайды, таза завод болып шығатын болады. Қостанай аймағында уақыт белдеуі ауысуы мүмкін, бірақ 1 сағат кейін шегеру туралы нақты шешім айту әлі ерте. Бұл туралы техникалық реттеу және метеорология комитетінің төрағасы арнайы брифингте мәлімдеді. Қазір осы мәселеге қатысты ведомствоаралық комиссия жұмысын бастады. Табиғи уақыт белдеуінің ауытқуы адам денсаулығына, экология мен жануарлар әлеміне әсер етпей қоймайды. Сондықтан барлық жауапты министрліктермен бұл сұрақты егжей-тегжей пысықтаймыз деді комитет өкілдері. Айта кетейік, аймақ белсенділері уақыт белдеуін тым құрғанда қыс айларында ауыстыру туралы бірнеше рет ұсыныс жасаған болатын. Бұл іс-шараға мүдделі барлық мемлекеттік органдар тартылады. Егер уақыт белдеуін ауыстыру ғылыми негізде дұрыс деп шешілсе, бұл мәселе үкімет қарауына ұсынылатын болады. Республика партиясы мәжіліс сайлауына түсетін үміткерлердің тізімін жариялады. Бұл туралы саяси ұйымның кезектен тыс бірінші съезінде айтылды. Науқанға партиялық тізім бойынша 25 кандидат ұсынылып отыр. Тағы 4 адам бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша бекітілген. Ал мәслихат сайлауына қатысуға ниет білдіргендердің саны әзірге белгісіз. Партияның тең төрағасы Сырымбек Тау үміткерлердің орташа жасы 35 дейді. Оның сөзінше олар елдің барлық аймағындағы проблемалардан хабардар, басым бөлігі кәсіпкерлер мен блогерлер.
Сайлауға қатысып жатқан мақсатымыз жалпы енді жастар, біз ертеңгі ұрпағымызға не айтамыз, не жасап кеттің, не істедің деген кезде, немесе осы кездегі сол кезде еліміз қандай болатынын ешкім болжай алмайды ғой. Сондықтан елімізді көркейтіп бір жағына шығысып, әрбір Қазақстан азаматы Қазақстанның өркендеуіне үлес қосу үшін. Ал Байтақ партиясы орталық сайлау комиссиясына құжат тапсырды. Жаңадан құрылған саяси ұйым мәжіліске тізім бойынша 18 үміткер ұсынып отыр. Ал өзін-өзі ұсынатын Байтақ өкілдерінің саны 4-ті, партия төрағасы алдағы сайлау кезінде 2 миллион дауысқа ие боламыз деп сенім артып отыр. Басында біз 43 адамдай ұсынбақшы болдық тізім бойынша, бірақ белгілі жаңа субъективті жағдайлармен ол адамдардың кейбіреулері қатыса алмай қалды. Сонымен әр қалай жұмыс деген сайын біздің үміткерлеріміздің бірінші олардың сапасы, екіншіден дайындығы, олардың мүмкіндігі бәрін қарастыра отырып, осы 18 үміткерге тізім бойынша тоқталды. Сайлау жаңа саяси кезеңнің бастауы. Бұл тұрғындардың пікірі. Қоғам алда болатын мәжіліс сайлауын ел үшін маңызы зор науқан деп бағалайды. Олардың сөзінше Қазақстанда саясаткерлердің жаңа буыны қалыптасады. 30-ға келмесең орда бұзбайсың деген бар емес. 30-ға келді әлгіні орда бұзған жоқпыз. Сондықтан енді мына алдымыздағы үміт етіп жатқан жаңа неге, жаңа көзқарастағы елдің ортасындағы қазақтың қағырас қайнап жатқан жеріндегі әттең ай деп жүрген азаматтар келіп отырса, бір өзгеріс болады деп ойлаймын енді. Дәл осы 7 партия сайлауға түсіп отырғанбыз, көріп отырмыз, біліп отырмыз. Көп партия бар жерде бәсекелестік бар, бәсекелестік болған жерде өсім бар. Тоқаев мырза дұрыс деді. Қазақстанға жаңа депутаттар жинақтап, және де осы мәселенің бәрін осы депутаттар арқылы шешіледі деп ойлаймын. Жас саясаткерлер, жас буын, жаңа буын осы толқынға келсе, мәжіліс палатасында қалыптасса, бұл әрмен қарай еліміздің, мемлекеттің бір гүлденуіне өз әсерін тигізеді деп ойлаймын. Ерекше қажеттілігі бар жандардан құралған ерекше театры елордалықтарға қойылым ұсынды. Жоба авторы ұлттық Дельфи комитеті. Спектакльді көруге тілшіміз де барған болатын. Қазір тікелей байланысқа шықсақ, Дархан, қойылым не туралы? Дархан, сіз эфирдесіз. Рахмет, Армангүл. Екеуміздің қанымыз бір, дәл қазір ерекше театры сахналап жатқан қойылымның атауы осындай. Спектакльді көруге Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев арнайы келіп қатысып отыр. Жалпы әлеуметтік бұл драманың көтерген тақырыбы да өзекті. Қоғамның біз байқай бермейтін кейбір бет бейнесі, адалдық, шындық секілді небір адами қасиеттер, ізгі қасиеттер осы шығармада насихатталған. Жалпы екеуміздің қанымыз бір спектаклі Редиард Киплингтің «Джунгли» кітабы шығармасының негізінде жазылған, яғни барлығымыз бала күнімізден оқып өскен білетін Маугли. Яғни есту қабілетінен айырылған Маугли қоғамның түрлі әлеуметтік қиындықтарымен жалғыз қалады және өзінің табандылығының арқасында сол қиындықтардың барлығын еңсеріп, жеңіп шығады. Дәл осы қойылым, дәл қазір осы Еркеғали Рахматиев атындағы филармония сахнасында өтіп жатыр және жалпы ерекше театры еліміздің 20-дан астам қаласында дәл осы шығарманы сахналап, түрлі халықаралық фестивальдерде нәтижелі, жемісті, сәтті өнер көрсетіп келеді. Дархан, театр репертуарында қанша қойылым бар? Дархан? Театр репертуарында 3 қойылым бар. Жаңа атап айтып кеткенімізде екеуміздің қанымыз бір әлеуметтік драмасы, сонымен қатар балаларға арналған түрлі пантомималық өлең шумақтарынан құралған спектакль, сондай-ақ бұлттардың арғы жағында мюзиклы. Қазір таңда 30-дан астам актер бар бұл театрдың құрамында және осы театрдың 10 қатысушысы Солтүстік Қазақстан облыстық Сәбит Мұханов атындағы музыкалық драма театрының сахнасында сол ұжымда бірге өнер көрсетіп жүр. Армангүл. Дархан, рахмет көп-көп. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет, ауырмаңыздар, аман болыңыздар.